Қайырлы кеш, сұрағыңызға рахмет. Иә, жаңа ойыншыларға келетін болсақ, біздің топқа қосылатын ойыншылар, олар әлі әзір ойынға қатыса алмайды, сондықтан бұрыннан өткен жылдан бері ойнап келе жатқан ойыншыларға үміт артатын боламыз. Және солармен бірге ойын көрсететін боламыз. Жалпы өзгерістер көп емес. Өткен жылы ойнаған ойыншыларымыз ертең алаңға шығады. Кім бізде бар? Офри жоқ, бірақ соңғы ойындарға ол қатыса берген жоқ. Ота жасатқан болатын, сондықтан ойынға қатысқан жоқ. Заре болмайды. Қалған жігіттердің барлығы алаңға шығады ертең. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, Спорт Шредингер. Рафаэль Радикович, айтып берсеңіз, ертеңгі ойынға дайындық қалай болды, және маусым біткен бұл Чемпиондар лигасының ойыны болады. Екінші сұрақ, Дастан Сатпаевтың қалы қалай, ертең көреміз бе оны алаңда? Сұрағыңызға рахмет. Шынымен де осындай ерте ойнап отырғанымыз бірінші рет. Ресми түрде мұндай матч ерте ойнаған жоқпыз. Қазір бізде Абу-Дабида сбор болды. 12 күн, дайындалдық. Әрине, осы уақыт аралығында жақсы дайындалып үлгеру оңай емес, бірақ біздің жігіттер өте қабілетті, кәсіпқой ойыншылар. Біз алға қойған тапсырмаларды орындады. 3 аптадан кішкене көбірек уақыты болды демалуға. Сол демалыстан келді. Демалыстан кейін әрине физикалық дайындық деңгейі жақсы болып қалды. Сондықтан 0-ден бастаған жоқ, біз жұмысты жалғастырдық. Әрине, оптималды түрде емес қазір физикалық дайындығы, бірақ дегенмен де ертең сауапты ойын көрсетуге барымызды саламыз. Дастанға келетін болсақ, ертең оны көрмейміз ойында. Ол бізбен бірге сборға да қатысқан жоқ, ол қазір емделуден өтіп жатыр. Өкінішке орай, жағдай осындай, оның жоқтығын сезінетін боламыз, бірақ біз үшін ең бастысы ойыншының денсаулығы, әсіресе Сатпаев сияқты мықты ойыншыға келетін болсақ, сондықтан тез сауығып кетуіне тілектесіп, тезірек қатарға қосылуын күтеміз. Қайырлы кеш, ертеңге сәттілік тілеймін командаға. Сашаға сұрағым. Түсінемін, бұл сұрақ менен болмауы керек, бірақ демалыс кезінде 1-2 килограмм қосып алған жоқсыз ба? Қал жағдайыңыз қалай? Сұрағыңызға рахмет. Біздің ойыншылардың барлығы жақсы физикалық деңгейде, ешкім артық килограмм қосқан жоқ. Мен айтқанымдай, біздің жігіттер жарайды, кәсіпқой ойыншылар, сондықтан бұл жағында атап өту керек. Барлығы жақсы физикалық деңгейде келді. Артық килограмм жинап келген жоқ ешкім. Рафаэль Радикович, сізге сұрақ. Ертең жақсы ойын, әдемі ойын көрсету үшін, батыл ойын көрсету үшін нәтижеге назар аудармауға
Дайынсызбы? Әрине өз стилімізден бас тартпаймыз, өз стилімізде ойнаймыз. Қандай да бір өзгерістер болу керек. Қандай өзгерістер? Мысалы, матчта ойыншылардың позицияларын мүмкін кішкене өзгерту деген сияқты бәріміз түсінеміз. Брюгенің жағдайы қандай, чемпионаты қазір қарқынды жүріп жатыр, тонустары да өте жоғары, маусымы жақсы жүріп жатыр, сондықтан бізге тактикалық жағынан қадам жасау керек. Ал нәтижеге келетін болсақ, барлығымыз түсінеміз, турнирлік кестеде қай орында тұрғанымызды барлығымыз жақсы білеміз. Ары қарай шыға аламыз ба, шыға алмаймыз ба? Бұл туралы айтатын болсақ, әрине біздің негізгі матчтарымыз әлі алдыда. Чемпиондар лигасы арқылы біз тәжірибе жинаймыз. Және Чемпиондар лигасының кез келген матчы әрине де рейтингке әсер етеді. Біз үшін ғана емес, Қазақстанның рейтингі үшін, клубымыздың рейтингі үшін, имиджі үшін, клуб үшін де, ел үшін де өте маңызды, сондықтан ұпай жинауға тырысамыз. Бұдан басқа қаржылық жағдайға да назар аудару керек, клубқа бұл да маңызды. Сондықтан бүкіл осы құрамдас бөліктерін жинап қарастырғанда барлығына тиісті назар аударамыз, түсінеміз. Біз бұл матчқа тың назар қойып келеміз. Біздің жігіттердің мотивациясы өте жоғары. Бұл ерекше матчтардың бірі. Бұндай матчтар күнде бола бермейді. Сондықтан немқұрайлы қарау деген бізде жоқ. Жігіттер ертеңгі ойында жақсы ойын көрсетуге барын салуға дайын. Рафаэль Радикович, қайырлы кеш. Қайта көруге өте қуаныштымын. Қасымжанның стиль туралы сұрағын жалғастырғым келеді. Ертең бізде 7-ші матч болады. 7-ші қарсыласымыз, барлық қарсыластарымыздың стилі, ойнау үлгісі әртүрлі болды. Брюгеге қандай баға бере аласыз? Бұның алдында біз Олимпиакоспен ойнадық, өте тартысты ойнайтын топ. Аналогия жасасақ болады ма? Олимпиакос Брюгемен бірге олардың прессинг жасау стилі қандай? Әрине, ертеңгі ойынның тактикасын түгел ашып бермейміз бүгін, бірақ дегенмен де кішкене болжам жасап берсеңіз. Барлық командалар, еуропалық командалардың барлығы жақсы, жоғары деңгейде ойын көрсетеді. Қазір мен топтарды алып отырған жоқпын. Топ командалар дегеніміз ол Реал, Спортинг сияқты клубтар. Оларда жеке өзі жақсы мықты ойыншылар көп, және сол мықты ойыншылар командаларына нәтиже алып келеді. Ал Брюгге, Копенгаген сияқты командалар, оларда бұндай жарқын ойыншылар жоқ болса да, олардың стилі ерекше. Сол стилі арқылы өз футбол үлгісін жасайды. Олар прессинг жасағанды, тартысты ойнауды жақсы көреді. Брюгге, Олимпиакоспен кішкене ұқсас жерлері бар шығар. Бұл команда прессингпен ойнайды. Бұл команда тез, жылдам ойнайды. Ауыстыру
тактикасын ауыстыруды жақсы көреді, вертикалды ойнауды жақтайды. Тактикалық жағынан ерекшеліктері бар шығар. Тактикалық схемасы жағынан Олимпиакос ұзын пас беріп ойнаса, Брюгге орталық зонадан орташа пас бере отырып ойнауды жақсы көреді. Және қорғаныстан шабуылға тез өтеді. Бірақ ұқсас жақтары бар барлық командалардың. Ал біздің ойынға келетін болсақ, бізге әрине ең маңыздысы ықшамды, икемді ойнап орталық зонамызды қорғай білу. Ертең ойын қалай болатынын көреміз. Әрине де ойын бойынша жоспарымыз да бар. Көптеген жағдайларын біз сборда көрдік қалай болатынын, және сборда біз ертеңгі матчқа жақсы дайындық жасадық. Ертең матчта көреміз. Сол тактикаларды жүзеге жақсы асыра алдық па, асыра алған жоқпыз. Қайырлы кеш, Рафаэль Радикович. Біз жаңа ойыншыларды көрдік. Шерханды негізгі құрамға ауыстырдыңыз. Анарбеков келесі маусымда құрамда болады ма? Әрине, ол құрамда болады. Рахмет. Ресми ұсыныстар болған жоқ. Қазіргі уақытта ол біздің негізгі қақпашымыз. Рафаэль Радикович, добрый вечер. Радикович, қайырлы кеш. Дастанға келетін болсақ, Копенгагенмен ойыннан кейін сіз ол Брюгге және Арсенал ойындарына сауығып келу керек деп айттыңыз. Бірақ көріп тұрғанымыздай ол әлі сауыққан жоқ. Қашан қайтып келеді ойынға? Жағдай бұлай. Менің түсінуімше, маған айтып жеткізгенінше, бұл сұрақты оперативті түрде емдеуге болады, бірақ оперативті емес жолмен емдесек, онда бұл ұзағырақ уақытты талап етеді. Және біз отасыз осы жағдай, оның жарақатын емдеуге бел будық. Сондықтан қашан сауығып кетеді, қашан келетін білмейміз, бірақ Түркияда бізбен бірге ойнайды деген үміттеміз. 3 ақпаннан бастап бізде екінші сбор болу керек Түркияда, және сол кезде бізбен бірге барады деген үміттеміз. Соңғы сұрақ, Димаш. Рафаэль Радикович, құрам бойынша сұрақ. Жаңа бірнеше жас ойыншылар Назарбаев, Әбіш, Бүркіманов, Буш ойын көрсету мүмкіндігіне ие болғанын көрдік. Олардың алдағы матчтарда алаңға шығу жағдайы бар ма, жоқ па? Бұл жігіттер жастар Чемпиондар лигасында жақсы өнер көрсете білді. Олардың ойынына біз зейін қойып қарап отырмыз, және жарқын ойын көрсеткен ойыншыларды біз әрқашанда негізгі құрамға тартамыз. Сондықтан барлығы олардың өз қолдарында, қалай көрсете біледі өздерін, қалай жұмыс істейді. Бірақ дегенмен де ең басты назарды біз жас ойыншыларға қойып жүрміз. Өткен жылға көз жүгіртетін болсақ, қалай айтсам, қандай бапкердің кезінде осыншама қазақстандық ойыншылар Чемпиондар лигасында ойын көрсеткен
дәл айта бермеймін. Өткен жылы қазақстандық жігіттер, көптеген қазақстандық жігіттер Чемпиондар лигасының ойынында өнер көрсетті. Тіпті 5-6 қазақстандық жігіттер құрамдас негізгі құрамға да кірген болатын жағдайлар болды. Сондықтан біз қазақстандық ойыншыларымызға сенімдіміз, сенім артамыз, және әрине де олар қалай жұмыс істейді, қалай өнер көрсете алады, қалай өздерін көрсете алады, барлығы осыған байланысты. Мүмкіндік әрқашан бар, бұл мүмкіндікке дайын бола білу керек. Соңғы сұрақ. Рафаэль Радыкович, көптен болды көріспегенімізге, сондықтан сұрақтарымыз көп. Қазір трансфер туралы айттыңыз, мүмкін трансферлер болады дедіңіз. Кеше Ақтөбедегі Нанинг келді, және бұл қазақстандық нарық үшін бірегей жағдай. Қайратта осындай жоспар бар ма? Бұл кезеңнен Қайрат өтті деп ойлаймын. Қазір олардың жағдайы басқаша. Қазір 10 жыл бұрын бізде осындай талпыныс болған, осындай жарқын жұлдыздарды шақыру деген жоспарымыз болған, талпынысымыз болған, клубымызды бәріне әйгілі, белгілі еткіміз келген болатынбыз. Бұл 10 жыл бұрын болатын. Қазір кішкене жағдай өзгерген сияқты. Қазір енді көре жатармыз.